Балалар, ендеше бүгін біз жаңа тақырыпты анықтау мақсатында сендердің алдарында жалаушалар тұр. Көрдіңіз бе жалаушаларды? Жалаушаларды қолшам әдісі арқылы не жасырылғанын табуымыз керек. Өйткені ақ жалаушаларда ешқандай сурет көрінбейді, иә? Енді соны көру үшін біз қолшамды пайдаланамыз. Кәнекей, барлығымыз не жасырылғанын тауып көрейік. Атынан көресің. Балық. Жеміс. Балықтар емес, балық қой ол. Ет бар. Жемшіктер. Жемшіктер. Не нужно количество баллов? Немістер бар екен, жақсы тақырып дұрыс тамақтану. Барлықтарымыз бүгінгі біздің оқу мақсатымыз адамның өсіп дамуына тамақтану қажет екенін анықтайтын боламыз. Балалар, дұрыс тамақтану үшін мен мына пирамидаға түрлі тағамдарды орналастыруға келдім. Енді назар аударамыз. Мынау бізде не? Сүт. Дұрыс тамақтануға жатады ма, балалар? Жақсы. Келесі қызанақ, қазақшасы қызанақ, керемет. Келесі бұрыш, дұрыс айтасыз, тәтті бұрыш, келесі жүзім, өте жақсы. Бұл жеміс жидек пе ме, көкөніс пе? Жеміс жидек, тамаша. Келесі банан. Өте жақсы, балалар. Сонымен біз осы тағамдарды көбірек тұтынсақ, денсаулығымыз тамаша. Ендеше балалар, сендерге бір сұрақ. Мен тыңдаймыз. Енді балалар, осы жеміс жидектер мен көкөністердің құрамында қандай дәрумендер бар екенін білеміз ба? Білеміз ба? Қандай дәрумендер бар? Алманың құрамында қандай дәрумендер бар? Білеміз ба? Барлық жеміс жидектерді білеміз ба? Дәрумені бар. Қалған жеміс жидектерді білмейміз, иә? Жақсы. Енді қалған жеміс жидектер мен көкөністердің құрамында қандай дәрумендер бар екенін білгіміз келе ме? Енді балалар, тамақтану пирамидасының бойына егерде қай жемістің құрамында дәрумен, қандай дәрумен бар екенін білмейтін болса, қызыл түске, жартылай білетін болса, бірнешеуін білетін болсақ, сары түске, ал толық барлық жеміс жидектердің құрамында дәрумендерді білетін болсақ, жасыл түске жабыстырамыз. Ендеше барлықтар келе қойыңдар, таңдап алынған жеміс жидектерді жабыстыра қойыңдар. Балалар, мына тамақтану пирамидасына сендердің жабыстырған жеміс жидектерің арқылы бізде 8 бала дәрумендерді бірнешеуін ғана біледі екен жемістің құрамындағы, ал қалған 9 бала дәрумендердің қай жемісте қандай дәрумен бар екенін білмейді. Осы жемістердің құрамындағы дәрумендерді анықтау үшін зертханалық жұмыс жасаймыз. Бәріміз дайынбыз ба? Жұмысты жасау үшін қай топқа қандай жемістер түсетінін анықтау үшін қалаған біреуін таңдап аламыз. Біреуін ғана таңдаймыз. Неше қолшамның? Не жасырылды? Қандай жемістер жасырылды? Алма түсті. Алма түсті. Алма түсті. Алма емес, алма. Тамаша. Ya. Жүзім және. Екінші топ. Жүзім мен лимон. Ал екінші топ. Алма мен лимон. Аскарбен қышқылы балалар. Аскарбен қышқылы. Кәне бір қарап келші тағы. Сені таба алмай отырсың міне. Неге ұқсайды бұл? Дәріге ұқсайды, я, тамаша. Яғни бұл аскарбен қышқылы. Мінекей қолдарында бұл аскарбен қышқылы. Так, лимон, бірінші лимон шырымы құйылған өтті, я? Ернар көмектесін аузын ашып беруге, мана сибеле көмектесін.
Алмұрт ештеңе жоқ. Енді кімнің қолында қандай жеміс бар? Сенің қолыңда алмұрт бар, иә? Сенің қолыңда апельсин бар. Шатаспаймыз, иә? Бір-бір құтыдан ала қойыңдар. Сен алмұрттың шығын құясың, сен апельсиннің шығын, иә? Ал тез-тез ашып көрсетейін. Мен көмек берейін, иә? Ал. Ұстап тұр. Бірден аузын екі мейін. Аузын бірден жауып қойын себебі. Енді көп алмай, сен қандай апельсин шырынды аузын жауып қойын. Біздің топқа алма шырыны мен аскарбен қышқылы берді. Алма шырына етті қосқанда міне мынадай түс болып шықты. Аскарбен қышқылы мүлдем түсін өзгертпеді. Тамаша, керемет. Ендеше қазір оны анықтайтын боламыз. Не себепті түсі өзгермеген? Ал ендеше бала, екінші топты бағалап жіберейік, үлкеніңізбен. Ал, аяғына сен ақ түсі көрсетіп отырсың. Қызыл түсті байқамай қалған. Жақсы, тамаша. Жақсы, ендеше бала, бірінші топты тыңдайық. Біздің топқа апельсин шырынды берді. Оған йодты қосқан кезде мынандай болып шықты. Түсі мынандай болып шықты. Келесі. Ағастырмайсын Жақсы. Алмұрттың түсі, яғни нәтижесінде өзгеріске ұшырады. Сенде де екі жемістің түсі өзгеріп кетті ма шырынның? Тамаша. Жақсы, ендеше балалар. Зертханалық жұмыстың нәтижесінде екінші және үшінші топ, яғни лимон шырыны мен аскарбен қышқылының ешқандай түсінің өзгермегендігі байқады. Солай ма? Жақсы. Ендеше балалар, бұл жерде аскарбен қышқылы мен лимон қышқылы. Бұл жерде лимон қышқылында, яғни С дәрумені көп деген сөз, сәл ғана өзгеріске ұшырады, сондықтан лимонның құрамында С дәрумені көп. Ал аскарбен қышқылы толығымен С дәруменге бай екен. Енді балалар, бұл С дәрумені біздің ағзамызды жақсартып, теріміздің жақсы жетілуіне көмек береді екен. Сонымен қатар ұйқы безі пирамидасында орналастырған сендер жеміс-жидектердің құрамындағы дәруменді білмеймін деген 0 оқушы, жартылай білемін деген 8 оқушы жапсырған болатын. Сонымен қатар білмеймін деп 9 оқушы жапсырған болатын. Енді біз зертханалық жұмысты жасау барысында, яғни жеміс-жидектердің, қай жеміс-жидектердің құрамында С дәрумені көп екенін анықтадық, солай ма? Жақсы, сонымен біз лимон қышқылының құрамында, аскарбеннің құрамында С дәруменінің бар екенін білдік, солай ма? Жақсы, ендеше біз жеміс-жидектердің құрамында дәрумендерді білетін болсақ, пирамиданың қай тұсына жапсырамыз, қай түсіне? Қызыл және сары. Енді біз білмейтін болғаннан кейін жапсырдық қызылға, жартылай білетін боласыз жасылға. Енді біз толық білдік, қай тұсқа жапсырамыз? Тамаша. Ендеше келіп жеміс-жидектерді жапсыра Тамаша, жапсырайық. Жақсы. Керемет. Бөлікте біз білмейтініміз 0, жартылай білетініміз 8, ал білмейтініміз 9 болған. Енді жұмыстың нәтижесінде біздің барлығымыз жеміс-жидектің дәрумендері, құрамында дәрумендері 17 оқушының барлығы білдік. Білмейтін оқушы бар ма бізде? Білмейтін оқушы бар ма? Жоқ. Жартылай білетін оқушы бар ма? Жоқ. Сонымен барлығымыз дәруменде қай жемісте қандай дәрумен бар екенін білдік. Біз жаңа тақырыбымызда адамның өсіп дамуына тамақтанудың қажет екендігін білдік. Ол үшін біз жеміс-жидектер мен көкөністерді көп жеуіміз керек. Ендеше бүгінгі сабақты қорытындылай келе, сендер сабақта жақсы нәтиже көрсеткендерің үшін сендерге жеміс-жидектерді бөліп беремін, ала қойыңдар. Ала қойыңдар. Алаға бір-бір жеміс-жидек. Күніне жеміс-жидектің бір-екеуін болса да жеп тұру керек балалар, көкөністі, жеміс-жидекті.